Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып келетін Францияға өте танымал багет нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға қант пен дрожжымызды салып араластырып аламыз. Содан кейін үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Массамыздың үстінен ұн мен тұзды салып қамыр илейміз. Қамырымыз илеу барысында қолға жабысқақ болып келеді. 10 минуттай тоқтаусыз илеу барысында қамырымыз эластичный күйге енеді. Дайын болған қамырымыздың бетін сұйық маймен майлап, және де пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 2-3 есе көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырымызды теңдей 212 грамнан 3 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелетіп шығамыз. Және де қамырымыздың әр бөлігін осылай қолымызбен жайып шығамыз. Жұқалап жайып алғаннан кейін нығыздап орап шығамыз. Нығыздап орап алғаннан кейін осылай қамырымызды сәл ұзартып аламыз. Пергаментке жайғастырып шығамыз. Бетін шүберекпен жауып, 20-30 минутқа көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз 2 есе көтерілді. Ендігі кезекте ситаның көмегімен нанымыздың үстінен ұнды сеуіп шығамыз. Және де қатты батырмай нандарымызға пышақтың көмегімен пішін беріп шығамыз. Бұл багет нанның ерекшелігі буда піседі. Яғни біз екінші противенге қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, пешіміздің астыңғы бөлігіне саламыз. Үстіңгі бөлігіне нанымызды қойып пісіреміз. Яғни нанымыз сәл қызарғаннан кейін суды алып тастап, нанымыз толық піскенше пеште ұстаймыз. Нанымыз қызарып, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып, өте дәмді болып пісіп шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.